Сәлем, оқырмандарым, қалайсыздар? Менің алғашқы курсыма қош келіпсіздер. Мен сіздерге үй жағдайында қалай крем жасау керектігін және де қандай уход жасау керектігін көрсететін боламын. Бетке қандай күтім қажет екенін. Қазіргі таңда көптеген қыз-келіншектердің крем ала беруге жағдайы жете бермейді. Сол үшін үйде бар затпен крем жасап күнделікті беттеріңізді күтіп жүрсеңіздер болады. Енді мен сіздерге үй жағдайында көп қолданыста жүретін осындай бізде сәбіз қажет болады. Ыдысымызға, таза ыдысымызға сәбізімізді өткізіп алатын боламыз. Арнайлап мына ыдысқа чөркадан өткізіп алғаннан кейін беті жабық ыдысқа осы сәбізімізді саламыз. Міне, беті жабық ыдыс болу керек. Міне. Бұл крем беттеріңізді ағартады және де бетіңіздегі әжімдерді тартатын болады. Чөркадан өтілген сәбізге кокосовое масло деген аптекада сатылады. Өте бағасы төмен. Міндетті түрде сатып алсаңыздар болады. Міне, қол жетімді кокосовое маслоны осындай ашып, осындай мен көзім мөлшермен қоса беретін боламын. Бізге таза ыдысқа су қажет. Суды қосамын. Осының аузын жауып, былай сап қоям. Бұл 20 минутта қайнауы қажет. Қазіргі таңда үйдегі жағдайда көп рет осындай кремдерді пайдалансаңыздар, беттеріңізді жаңағы әдемі етіп қалпына келтірулеріңіз мүмкін. Өйткені барлық заттар табиғи. Көп қыз-келіншектер менен 100% сұрайды ғой. Қалай беттің әжімін кетіруге болады? Қалай беттің ағартуға болады? Қалай бетті мынандай дақтардан кетіруге болады деп. Менде осы қызымнан кейін, осы бірінші қызымнан кейін менің бетімде қатты проблема болған. Өйткені қатты проблемалар болған. Өйткені менде бетіме көп деген безеулер, гормон дұрыс болмаса әйел адамда бетіңізде безеу, қарадақ деген сияқты солар шығады екен. Ал мен ол кезде уход жасаған жоқпын. Кәдімгідей осылай сіздер сияқты күнделікті бетіме бір кремдер жақсын жағамын, жақпасам есіме түссе жағамын, есіме түспесе жақпай жүре беремін. Ол кезде мен енді блог бастап жүрген болатынмын, қателеспесем. Бастап жүрген кезде мен бет күтімін шығарамын деп ойлаған жоқпын. Өйткені қазір бет күтімін көбісі шығарады ғой деп мен бет күтімін вообще ойлаған жоқпын. Кейін мен өзім ене бет күтімін жасамаймын. Өзімде мысалға бет күтімін жасап жүрсем болады ғой деген сияқты ниетпен осы бет күтіміндегі үйде болатын маскалардың барлығын жасап көрдім. Сонымен Аллаға шүкір нәтиже алып отырмын. Қазір бетімде көп дақтарымнан құтылғанмын. Осы маскаларының кесірінен, барлық нәрсенің кесірінен осы құтылған болатынмын. Енді осының бізге жақсы сығындысы қажет болады енді. Көптеген қыз-келіншектер бет күтімін жасауға ерінеді. Түнде бетін жууға ерінетін қыз-келіншектер бар ғой. Вообще ерінбеңіздер. Бет адамның айнасы. Бетіңіз әдемі болса, мысалға өзіңізге приятный, өзіңізге жағымды, мысалға өзіңіз көңіліңіз толып, ешқандай сізде комплекс болмай, осындай масло шығады міне. Біз осы кремдерге осы натуральный алоэны пайдалануымыз керек. Алоэ вераның осындай бір үлкен ап қойсаңыз, сізге неше уақыт жететін болады сізге ше. Осы алоэ вераның бізге міне
1 қасық. Міне 2 қасық қана қажет. Қалғанын басқа да кремдерге пайдалана берсеңіздер болады. Міне алоэ ыдысымызға міне әдемілеп бірінші құйып аламыз. Міне кокосовый мен сабыздың сығындысымен осы алоэ вераны бірге қосып дайындайтын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне кремімізді жақсылап араластырамыз. Бетімізді ағартады және де бетіміздегі морщиндерді кетіретін болады. Бұл енді керемет масканың бірі, қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Үйде ерінбей, ешкім жоқ кезде жасап, күнделікті бетіңізге қолдансаңыздар, өте керемет нәтиже аласыздар. Қараңыздаршы, кәдімгі кремнің несі сияқты болып тұрады. Холодильникке қойсаңыздар, одан керемет болады. Әлі біраз уақыт араластырамыз. Қараңыздаршы, міне ең керемет міне крем шықты бізде. Міне әдемі. Міне енді біз осыны кішкене тағы да қоюласу үшін холодильникте сақтаймыз. Ол үшін бізге осындай арнайы әдемі кремнің ыдысы қажет болады. Міне қараңыздаршы, керемет уходовый крем. Не деген әдемі. Міне ал бет күтіміндегі ең әдемі ағартатын және де морщинді кетіретін барлық кремді айттым сіздерге. Енді тағы да алдағы уақытта сіздерге тағы кремнің түрін көрсететін боламын. Баршаларыңызға сау болыңыздар.